Армысыздар көзқарақты көрермен. Бүгін бізде екінші сабақ. Сіздермен бірге егіздер Сұлтан. Бүгін біз пропорцияны өтетін боламыз. Пропорция. Пропорцияның ең негізгі бөлімі ол қатынас болып есептелінеді. Қатынас. Екі санның бөлінісі сол сандардың қатынасы деп аталады. Мысалы айтайық, санды берілген қатынасқа бөлу үшін ең алдымен бізде бірінші санды қатынас мөлшерінің қосындысына бөлуіміз керек. Екінші, бөлінген қатынас мөлшерінің әрқайсысына көбейту керек. Бізде мынандай қатынас берілсін: А және де Б. А Б қатынасы. Бұл бізде былай жазылады. А бізде алдыңғы мүшесі, Б бізде соңғы мүшесі болып саналады. Ал енді пропорцияға келетін болсақ, пропорция екі қатынастың теңдігі пропорция деп аталады. Ол дегеніміз А-ның Б тең С және де Д болып есептеледі. Бұл бізде Б мен С ортаңғы мүшелер болып аталады. Ортаңғы. Ал мына А мен Б, жоқ, қателесіп кеттім мына жерде, Д болады екен. А мен Д бізде шеткі мүшелер болып табылады. Шеткі мүшелер. Бұл бізде былай жазылады. А Б тең С бөлінген Д. Жазылып кетеді бұл. Бұл Д. А Б бөлінген А Б. Аны Б-ға бөлсек, оны С-ға Д-ның бөлінісіне тең деген сөз. Бұл бізде мына жерде мынандай пропорция орын алады. Былай X пропорциясы тура пропорция деп есептелінеді. Бұл дегеніміз А Д көбейтілген тең Б С болып есептелінеді. Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деген сөз. Ал енді пропорция қысқаша есепті шығарып көрейік. Ең алдымен бірінші есебімізге келетін болсақ, бізде x-тің 4-ге бөліндісі тең 9-ның 6-ға бөліндісі. Бұл жерде бізде тура пропорция жүреді. Бұлай x-ті көбейтемін 6-ға, ол тең болады 4-ті көбейтемін 9-ға. Бұл дегеніміз 6x тең 36-ға деген сөз. X-тің мәні 6-ны беретін болады. Тағы бір есеп шығарып көрейік. Тағы бір мысал. 8-дің x-ға бөліндісі екінші есебіміз бұл. Содан 2-ның 3-ге қатынасы. Бұл қатынас деп аталады. Бұл бұлай жазсақ болады. 8-дің x-ға қатынасы 2-ның 3-ге қатынасы. Енді бұл жерде бізде тура пропорция 8 көбейтілген 3 тең 2 көбейтілген x. Бұл дегеніміз 2x тең болады 24-ге. X-тің мәні 12. Осымен пропорция қатынасқа қысқаша түсіндірме. Келесі бізде кемі пропорционалды тәуелділік. Кез келген екі шаманың біреуі бірнеше есе артқанда немесе кемігенде екіншісі де сонша есе кемиді немесе артатын болып есептелінеді. Ал енді кері пропорциялық тәуелділікке мынандай бір мысал келтіріп қояйық. Белгілі бір жұмысты 32 жұмысшы
5 күнде аяқтайды. Дәл сондай 40 жұмысшы неше күнде аяқтайтын табайық. Бұл дегеніміз, мына жерде жұмысшылар саны артып тұр ғой. Демек бізде күндер саны азаяды. Демек бізде 5 бізде көп болады. Бұл бізде, егер стрелкамыз қарама-қарсы болса, бұл бізде кері пропорционалдық тәуелділік болып есептенеді. Бізде басында мынандай еді ғой. А-ның Б-ға қатынасы тең С-ның Д-ға қатынасы. Бұл кезде бізде бұндай кәдімгі X тура пропорция болады. Бұл жерде себебі бәрі бірге артса, бірге артады, бірге кемсе, бірге кемейді деген сөз. Мысалы, А артса, Б да артады, С артса, Б да артады деген сөз. Мына жерде қарама-қарсы деген сөз. Бұл жерде оңай әдісі, егер бастапқы нәрседе көп уақыт кетіп тұр, бір ерекшелік айтатын болсақ, бірінші бағанда егер стрелка көбіне қарай түсірсек, екінші жағында стрелка қарама-қарсы кететін болса, бұл кезде бізде кері пропорция болады деген сөз. Демек, бұлай көбейтетін боламыз бірін-біріне. Демек, 32 көбейтілген 5 тең 40 X болады. X тең 32 көбейтілген 5 бөлінген 40. Қысқартып жіберетін болсақ, мына жерде 8-ні қысқартып жіберетін болсақ 4. Демек, бізде 4 жұмысшы, 40 жұмысшы дәл сол жұмысы 4 күнде бітіреді деген сөз. Бұл кері пропорционалдық тәуелділік деген сөз. Ал енді пропорцияның ең соңғы тақырыбына келсек, пропорцияда ең соңғы тақырыбы екі пропорцияның қосындысы, аралас және тура пропорцияның қосындысы. Аралас пропорция туралы болмақ. Аралас пропорция. Аралас пропорция. Аралас пропорцияға келетін болсақ, аралас пропорцияда 3 бағанның орын алады. Ол жерде ең бірінші бізге жұмысшылар, не деп айтсақ болады, көліктер, дәл солай жазатын боламыз. Екіншісі бағанда бізде уақыты, кеткен уақыты, ең соңында бізде нәтиже тұратын болады. Енді бұған қысқаша бірден есеп түсіндіре кетейік. Жұмыс өнімділігі бірдей 4 станок бар. 4 станок бар делік. 4 станок бізде ол жұмысшы. 4 станок 4 минутта уақыт, 4 минут, 4 станок 4 минутта нәтижесі 16 бөлшек дайындайды екен. Енді келесіде бізде дәл осындай өнімділікте 5 станок бар делік. Бұл 5 станок уақыты белгісіз делік. Уақыты белгісіз болса, неше бөлшекті, 20 бөлшекті неше уақытта істей алады? 5 станок. Бұл жерде бізде, мына жерде қарама-қарсы болып тұр ғой. Жерде станок артып тұр, мына жақта станок артқан кезде минут азаятын болғандықтан біз бұл жерде кері пропорцияны қолданамыз. Ал мына жерде мына жағы артып тұрғандықтан бұл жерде біз тура пропорцияны қолданамыз. Дәл солай 4 көбейтілген 20 тең болады 5 көбейтілген x көбейтілген 16. 16 болады. Дәл осы жерден қысқартып жіберетін болсақ, 2, 4 пен 16 кетеді. X-іміздің мәні x дегеніміз 20 бөлінген 5. X-тің мәні 4. Осымен қысқаша пропорция сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс. Келесі кездескенше сау болыңыздар.